Қайырлы күн достар, біз кезекті сұрақ-жауап айдарын бастаймыз. Алғашқы сұрақ: братишкамның атынан мошенник онлайн зайым алған. Енді не істеуге болады? Осындай сұрақтар өте жиі түседі. Сіздерге айтарым, ең алдымен сіз өзіңіздің бауырыңызбен оңашада сөйлесіңіз. Мүмкін ініңіз өзі алған болар. Қорққанынан сізге оны жасырып айтпай отырған болар. Себебі онлайн зайым алу ол жай ғана бір инстаграмда тіркеле салу немесе почта ашу емес. Онлайн зайым алу үшін ол кісінің жеке куәлігі қажет. Сонымен қатар оның аты жөні жазылған банкомат картасы қажет болады, банктік карта. Және бұл кісі өзі рәсімдемесе, мысалға оның жеке куәлігін жоғалтып алды дейік, өзге адам тауып алып рәсімдеді. Мұндай жағдайда оның номеріне код келеді. Мейлің алаяқ оның өз телефонын пайдаланды дейік. Бірақ соның өзінде үшінші этап бар, бұл ақша сіздің ініңіздің банкомат картасына түседі. Яғни бұл жерде алаяқтықпен рәсімдеу өте минималды түрде оған жол берілген. Минималды түрде, бұл енді онлайн түрде болғандықтан. Бірақ енді көпшілікке осылай бірден кез келген адамның атына несие рәсімдеуге болады, онлайн зайым бірден алуға болады дегенге сенбеңіз. Ең алдымен ініңізбен сөйлесіңіз. Мүмкін ініңіз өзі алған болар қаржылық тапшылықта. Егер жоқ, ол шынымен де алаяқ рәсімдеген десеңіз, онда мұндай жағдайда құқық қорғау органына, яғни полицияға өтініш жазу керек. Екінші сұрақ: сәлеметсіз бе, менің анамның атында үй бар, кредит бойынша просрочкаға кетті. Кеше звондап бізге тағы да анаңыздың атына үй шығып тұр, көп балалы ана деп айтты. Анамның 3 баласы бар, көп балалы анаға жатады ма? Достар, қазір алаяқтық белең алып тұр, өкінішке орай. Сондықтан егер сіздің анаңыз көп балалы емес болса, оның 3 баласы бар болса, оның атына қайдан үй шығады? Қазір кім-кімге тегіннен тегін үй беріп жатыр, осыны ойланыңыз. Өкінішке орай, кейбір коллекторлық компаниялардың қызметкерлері осы әдісті пайдаланып, кредитті төлетуді жолға қойған. Яғни олар айтады, сізге үкіметтен сізге үй шығып тұр, бірақ шотыңыз арестке түседі қазір. Сіз осы кредитті төлеңіз, сонда сіз үкіметтен берілген тегін үйді аласыз деген ертегіні айтып отыр. Мұндайға сенбеңіздер. Егер сіздің анаңыздың 3 баласы бар болса, ол көп балалы анаға жатпайды. Сонымен қатар анаңыздың атында үй бар болса, онда оған мемлекеттен ешқандай үй берілмейді. Тіпті қазір мұқтаж адамдардың өзіне мемлекет ешқандай тегін үй бермейді. Үшінші сұрақ: ажырасқанмын, бір ұлымыз бар. Ұлымның әкесінен қалай отказ жазып алсам болады? Бұрындары нотариуске барып, кез келген нотариуске барып, баладан отказ беруге болатын. Яғни, осы біздің практикада сондай іс бар болатын. Мысалы, кез келген әке барады, баланы ажырасқан соң, одан отказ бергісі келеді, алимент төлемеу үшін. Негізінде бұл дұрыс емес. Дәл қазір, енді қазіргі бұл қатаң бақылауға алынды, бірде-бір нотариус ешкімге баласынан отказ жазып бермейді. Себебі бұл дұрыс емес. Баланы дүниеге әкелу әке үшін, ана үшін жауапкершілік. Оны дүниеге әкелген соң, ол тауар емес қой бала. Сен дүкеннен көйлек сатып алдың, ұнамай қалды, сен оны кері қайтарып беретін бала тауар емес. Сен баланы қаладың, бала дүниеге келді, одан соң бала ұнамай қалды, немесе әйелмен араздасып ажырасып кеттің, бірақ енді баладан отказ бергің келеді. Ол дүкендегі тауар емес. Баланың дүниеге келуі ата-ана үшін жауапкершілік. Бала дүниеге келді ме, одан ешкім отказ бере алмайды. Бұл бір. Екіншіден, баладан тіпті отказ берген күннің өзінде әке алименттен босатылмайды. Яғни сіз баланы мен бұл баладан құқығымнан, бұл баланың ешқандай өміріне араласпаймын, тәрбиелемеймін, оның қай жерде оқитынына, не істейтініне, қайда тұратынына мүлдем араласпаймын, баладан отказ беремін деп өтініш жазған күннің өзінде сіздің міндетіңіз қалады ол баланы бағу туралы. Құқық бар, міндет бар. Яғни балаға деген өзіңіздің құқығыңыз бар. Бала қай мектепте оқиды, кіммен тұрады, баламен араласуға, тәрбиелеуге құқығыңыз бар. Сонымен қатар сіздің міндетіңіз бар, ол баланы материалдық қамтамасыз ету туралы. Сіз өзіңіздің құқығыңыздан отказ берген күннің өзінде міндетіңізден құтылмайсыз қашып. Сіз баладан отказ берген күннің өзінде алиментті ары қарай төлеуге міндеттісіз. Ал енді қандай жағдайда баладан отказ беруге болады? Бұл тек қана сот арқылы болатын процесс. Егер бұл баланы өзге адам асырап алуға дайын болса. Мысалға, әйел адам ажырасты, оның бір ұлы бар. Әйел адам екінші рет күйеуге тиді, және екінші күйеуі баланы асырап алғысы келеді. Яғни балаға дайын әке бар.
оны өз қамқорлығына алатын. Мұндай жағдайда екінші күйеуі сотқа талап арыз береді баланы асырап алуға, және сот оның барлық жағдайын тексереді, денсаулығын тексереді, психикалық жағдайын тексереді. Егер сай келетін болса, баланы тәрбиелей алады деген шешімге келсе, баланың әкесін сотқа шақырып, одан рұқсат сұрайды. Сол кезде баланың әкесі оны асырап алуға рұқсат береді. Міне осы жағдайда ғана баланың туған әкесі алимент төлеуден босатылады, балаға деген құқығынан да айырылады. Ал жайдан жай, егер балаңызды ешкім асырап алмайтын болса, онда сіз өздігінен барып отказ бере алмайсыз. Төртінші сұрақ: ИП-ны ауылдық жерде аштым ба, немесе қалада аштым ба? Бұл налогтың көлеміне әсер етеді ме? Жоқ, достар. ИП-ны сіз ауылдық жерде, қалалық жерде, немесе Астанада ашыңыз, оның налогтың көлеміне әсері жоқ. Налогтың көлемі неге байланысты? Бұл сол жеке кәсіпкердің айналысатын ісіне, бағытына байланысты. ОКЕД деп аталады, код экономической деятельности. Яғни сіз қай салада жұмыс істейсіз, налогтың көлемі осыған байланысты болады. Сонымен қатар сіздің осы салық режиміне байланысты. Салық режимінің 3 түрі бар: общеустановленный, яғни жалпы түрде 10%, сонымен қатар упрощенка және патент бар. Осы 3 режимнің қайсысын таңдадыңыз, налогтың көлемі осыған байланысты болады. Соңғы сұрақ: алимент аламын, балам 1 жаста, өзім жұмысқа шығамын. Енді 3 жасқа дейінгі алиментті қалай алсам болады? Балаға төленетін алимент 18 жасқа дейін беріледі. Сонымен қатар, баланы 3 жасқа дейін бағып отырған декреттегі ана өзіне де алимент өндіруге құқылы. Бірақ бұл алимент сіз 3 жасқа дейін үйде баланы бағып отыратын болсаңыз төленеді. Бұл жөнінде сіз өзіңіздің тұрғылықты жердегі азаматтық істі қарайтын сотқа талап арыз жазыңыз, және сізге судья алименттің көлемін анықтап өндіреді. Ал егер сіз бала 3-ке толғанға дейін жұмысқа шығатын болсаңыз, яғни табысыңыз пайда болса, мұндай жағдайда баланың әкесі сізге қосымша алиментті төлемеуге құқылы бар. Бір сөзбен айтқанда, баланың алименті 18 жасқа дейін төленеді, ал сізге төленетін алимент ол егер сіз 3 жасқа дейін баланы бағып үйде табыссыз отыратын болсаңыз ғана төленеді. Осымен біздің сұрақ-жауап айдары аяқталды. Егер сіздерге пайдалы болса, онда төменге пікірлеріңізді жазыңыздар және маңызды сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен өз кезегінде оларға жауап беруге дайынмын.